Ортада өсіп құдағиларымыз келіп жатыр. Шашуларыңызды аямаңыздар кәнекей. Көптен күткен құдағиларымыз ортада. Ақмаралды ойнақтарым. Ойымызда болмайды бөлек, тойымызда болмайды бөлек. Төс қағысып шаман жауып, тойға қатар болған құдалар сұлтан құдалар, биле құдалар, бірге болайық, менде құдалар. Құдалар, ізде құдалар, тәңірім болса, бізде құдалар. Құдалар, келді құдалар, бірге болайық, менде құдалар. Құдалар, ізде құдалар, тәңірім болса, бізде құдалар. Ой, бәрекелді, жақсылап құдағиларды жылы орнына жайғастырыңыздар. Аз ғана уақыттан кейін бүгінгі біздің керемет бесік тойымызды бастайтын боламыз. Ал орындарыңызға жайғасыңыздар. Не деген шапалақ мынау? Армысыздар, арқалы жұрт ағайын, ізетпенен сәлемдесіп алайын. Бүгін мынау Қаратау тәжі атанған Кенттау қаласында, Ақеркедей мейрамхананың төрінде келмегендер қызықтан құр қалатын
Бүгін мынау керемет Даниял Қалидің бесік тойы болғалы жатыр. Бүгінгі кереметті қуаныш тойымызға қош келдіңіздер. Бүгін Қыпшақ әулетінде, Сандыбаевтар әулетінде текті әулеттің асылдары Сұлтанғали атамыз бен алтын құрсақты анамыз Қалдыкүл анамыздан тараған бүгінгі мынау біздің Жеңісқалидай ағамыз бен Гүлшаттай жеңгеміздің үйінде ұлан асыр дүбірлі той болып жатыр. Және де мынау бүгін ұлағатты ұстаздардың үйіндегі керемет тойға қош келдіңіздер. Ал енді біз көп сөзбай бәріміз бірге орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, бүгінгі біздің Санжарғали, Даниялғали, мен қателестім, Жеңісқали, Даниялғали, Санжарғали ұлын ортаға қошеметпен қарсы алайық кәдеки. Атасы, әжесі, немересін алып келе жатыр. Нағашылар, көрімдікті аямасындар кәдеки. Ортада біздің кішкентай бүлдіршініміз. Қошеметтеріңіз болсын. Неге Санжармен әсел шықпай тұр деп, өйткені бұл кісілер мойындаған бірінші ұл біздің атасы мен әжесінің ұлы дейді. Ал ендеше Санжар мен әсел өздеріңе әрекет жасап, тағы да бала тауып алыңдар дегенсің ба? Ал ендеше біздің бүгінгі кереметтей тойдың иелері әсел мен Санжар сіздерге ортаға әсел өзінің сәлемімен келе жатыр. Кәнекей, әне ортаға келе ғой әсел. Көп жасар деп сізге, мінекей, шапалақтың бәрі сізге, әсел сіздерге сәлем салып жатыр. Ал енді немерені берсеңіз, інісін бір... Мен Санжардың інісі ғой. Ортаға бір алып, айналып шықсын, тағы да бір қошеметтеріңіз болсын, кәнекей. Керемет, рахмет. Болды ма? Қап кеткен жоқ па? Тағы беретіндеріңіз бар ма? Ай, бәрекелді. Әнекей, немеренің көрімдігін беріп жатыр. Тағы да бір ду-қол шапалақтарыңыз болсын. Ағам өзінің жиен немерелеріне көрімдік беріп жатыр. Құдай қаласа, жығысты болсын барлықтарыңызға. Керемет бір естелік суретке түсіп алыңыздар. Отбасылық сурет болсын. Ортаға келіңіздер.
Ай бәрекелді. Иә, сіздер баланы жауратып қоймай, жылы орнына барып жайғастырыңыздар. Кейін бесікке салатын кезде алып келесіздер. Фәниге сәби келсе қуанамын, табыңдар қуантудың бір амалын. Сүйінші сұраңдаршы сұранамын, мен бар жиған тергенімді шығарамын. Мейлі ол батыстан ба, шығыстан ба, айтыңыздаршы, не жетеді осындай бесік тойға қатысқанға деп, бүгін мынау біздің Жеңіс ағам мен Гүлшаттай жеңгем сіздерге бар жиған тергенін шығарып, кереметтей дәмнен астан ауыз тисін деп сіздерге ұлан-асыр той жасап беріп жатыр. Ендеше тойларыңыз тағы да құтты болсын дейміз, кәнекей, шапалақтарыңыз болсын. Бүгін кереметтей бір көңілді бесік тойға келген адам құсап, менімен бірге қосылып, шапала құрып, көңілді отырыңыздар. Ал енді бүгінгі біздің кереметтей тойымыздың алғашқы бата тілегін біз апаларымыздан сұрап алсақ, ортаға біздің дастарханымызды ашып беріп, өздерің ізгі тілектерін білдіріп батасын берсе, біздің текті әулетіміздің, Құдай қаласа, асылда үлкен аналарымыз бар, апаларымыз бар. Сол кісілерді ортаға шақырып, біз батасын алсақ, Базаркүл апам, Амина апам, Айзада әпкем, және де тағы да Амина апа, және Зүлфиядай апаларымыз ортаға билеп-билеп келіңіздер. Кәнекей, Қыпшақ әулетінің қыздары келе жатыр, кәнекей. Біздің денсаулығына байланысты Айзада әпкеміз келе қалыпты. Сол кісінің орнына біздің Күнзададай әпкеміз келе жатыр ортада, кәнекей, келіңіздер. Кешігіп келген екен, біздің Айгүлдей жеңгеміз келіп отыр. Келіңіз ортаға, Айгүл жеңгеміз. Ой, бәрекелді, рахмет. Асылда туған анадан, батырда туған анадан дейді. Бүгінгі біздің кереметтей отырысымыздың батасын алғашқы аналарымыздың тілегінен алып алайық. Ал үлкендеріміз, өздеріңіз дастарханға бата беріп, біздің бүгінгі кереметтей жиынымызды ашып беріңіздер. Тойға келген қонақтар, айналайын құдағилар, мына келген аяқтарыңа гүл бітсін жаным. Осы тойды көп күттік, Жеңістай, Гүлшат, құдағидың өзі, қанекей. Тойын бір өткізіп едік, енді мына Құдай шілдеханасына келіп отырмыз. Өздерінің арқасына жаңа Даниялымыздың айналайын еріп, Құдай қаласа, өссін, ерелесін. Ал Гүлшат, Жеңістай айналайын, Құдай берсін, кем қылмасын. Отандарыңа амандық берсін, денсаулық берсін жаным. Бастарыңнан еш уақытта бақ кетпей, бастарыңа бас қосыла берсін. Біз осы әулеттің тойына келе берейік. Қызды сыйлаған дейді ғой, қызға берейік сөзді. Айналайын, кеше аға, туған немерелеріңіз құтты болсын, бағы берік болсын, Құдай қаласа биіктерден көріне берсін, солардың жақсылығын көруге нәсіп қылсын, жылдан жылға көбейіп, тоймай жақсылыққа жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Мына тойға келген қауым, той құтты болсын, төрге шыққандарымыз құтты болсын, құдағилар. Мына бізде өсіп өнген жандарымыз ғой, Құдайға шүкір. Мына Женканың жақсысын айт, нұр тассın дейді ғой. Гүлшат та жаман емес енді.
енді бір қайнымды мақтап кетейін деп тұрмын. Аузын ашсаң жүрегі көрінеді. Ақ көңіл сондай әулетіміздегі. Енді сондай мақал бар ғой, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой. Жаңа бір келінім айтатын еді, осы қыпшақтарға тигеніме қуаныштымын деп. Сол сияқты мен де қуаныштымын. Мына төрге шыққандарыңыз құтты болсын, мына бесік той құтты болсын. Бәріңіз жақсылыққа келіп отырсыздар ғой. Жақсылап бір жаңа құмшекер ұқсап шашылмай, қанды ұқсап бірігіп, бір адамдай өткізейік, қызықты қылып. Той құтты болсын, той қыласын. Жеңке, Гүлшат, айналайын, мынау немерелерің бесік той құтты болсын, үлкен халықтың азаматы болып өсе берсін. Санжар мен әсел қыз, әсел келін, ана қызыма үйреніп қалыппын ғой. Өсіп өне берсін, арқасынан қыздар ере берсін, Құда қаласа. Атқа мінер ер азамат болып өсе берсін, Құда қаласа. Тұсаукесер дегенде. Мына Алла тағалам жаратқан барлық жақсылығын тілеймін сендерге. Өсіп немеренің қуанышын бөлісіп, өсіп аман есен жүре беріңдер. Құрметті құдалар, тойға келген тойшылық ауын, тойымыз құтты болсын. Қаласа, тек жақсылықтар болсын. Және жеңіс Гүлшат. Кішкентайларым бал берік болсын. Басқаша мен қаласа сол ұлдың рахатын көріңдер. Санжар өзінен өзі көбейе берсін. Қаласа осы әрбір аттар, тұлпар құстар сұңқар болсын. Жегендері тартты, әрбір қадамдары нақты болсын. Қаласа сондай балдардың, ұлғыздардың ешкісі ол жеңістің ғана сүйіктісі ол Гүлшат. Қаласа осындай жақсылықта, тойда, қандай ортада жүрсеңдер де, абыройы мықты, қадірі асқан мерейлі кісі. Жақсы еркек болмайды дейді. Жақсы еркек әйелдің арқасында жақсы дейді. Осы алтындай келіннің арқасында жеңістайдың. Осындай жақсы болып жүрген. Жақсысын жақсылығын айт деп отырмын ғой. Бірінші жаңағы баяғыдан апаларымыз бұрын мен келгенде кішкентай бала еді деп айтып отырды ғой. Неғып өйтіп айтады десек, мен жеңгемнің арқасынан жеңгесі болып мен барған бірінші Қордайға. Сен жас кезім ғой, шемайым ғой. Жеңге бір жол сонда аузыңыздан ананы құя берсеңші деген. Сол сияқты ішімде отырыңыздар, ондай құймай, не нәрсе жасамайды. Рахмет, бүгінгі тілектеріңіз Құдай қаласа періштенің құлағына шалынсын. Бағана айтқан Гүлшат жеңгем, бұл тойда тілек не обязательно, подарка обязательно деген. Дұрыстар енді берсеңіздерші. Бұл кісілер 60-тан асып 70-ге де келіп қаппыз, бізде бата беретін жасқа келіп қаппыз деп, жүректері дүрсілдеп қуанғаннан шығып кеткен подаркілерін ұмыт кеткен ғой сөмкелерінде. Я береміз деп қояды бәрі. Ай, бәрекелді. Керемет, ал бүгінгі біздің дүбірлі тойымыз, сән салтанатымыз ашық деп жариялап апаларымыз тілектерін білдірді. Апаларымызды бірінші енді селкілдетіп билеп қойғанымыз ұят болар. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге менің тарапымнан бір ән болсын, қабыл алыңыздар, ішіп отырыңыздар.
Жеңіс ағамыз бен Гүлшат әпкемізді маған әпке болып кеткен енді. Кішкентайымнан әпке деп кеткем. Ортаға шақырайықшы, кәнекей, ортаға келіңіздерші. Ортаға келіңіздер. Қазір былай істейік. Білмеймін, мына обед болғаннан кейін ба, бәрі что-то без настроения отыр. Шапалақ ұрмайды. Мына шапалақ бәрі сіздерге. Мынау біздің Жеңіс ағамыз бен Гүлшат жеңгемізге бір әдемі теңеу айтайық. Сіздерге қай теңеу ұнайды, соны естіп, жақсылап қарап тұрасыздар. Сол кісіге сыйлық болады. Біздің Жеңіс ағам қандай? Біздің Жеңіс ағам қандай? Әпше жыдан айтып жатырмыз, жыдан. Біздің Жеңіс ағам Жеңіс ағам жайдарлы дейді. Құдағиларыңыз жайдарлы деп айтып жатыр. Біздің Жеңіс ағам жомарт, жағымды жігіт дейді. Джентльмен или джентльмен. Жап-жас дейді, я? Көрдіңіз ғой? Керемет сізге теңеулер айтылып жатыр, я? Ал енді біздің Гүлшат жеңгеме айтайықшы. Біздің Гүлшат жеңгем гүлдей жайнаған. Апа, гдан айтып жатырмыз, г. Гүлшат жеңгем вообще бұрышқа бар, ойлап келші. Гламурная дейді, я? Керемет. Сіздер жақта бар ма теңеу? Гдан келетін теңеу бар ма Гүлшат жеңгеме? Гордая дейді. Ганибет келіншек дейді. Ганибет келіншек дейді. Ал сіздерге қай келіншектің теңеуі ұнады? Аға сізге? В общем, көпшілікке жайдарлы деп қой. Жайдарлы деген теңеуді кім айтып еді? Құдағилар жақтан, я? Ортаға келіңізші, кәнекей, билеп келіңіз, кәнекей. Ой, бәрекелді. Сіз енді құдағи болғандықтан сізді сұрақ қойып қинамай-ақ қояйын. Жай ғана мына сыйлықты алып, жылы орныңызға жайғасуыңызға рұқсат. Ой, бәрекелді. Ал біздің жаңағы Гүлшат жеңгеме айтылған теңеудің ішінен біздің жеңгеме қай теңеу ұнады екен? Гламурная деген теңеуді айтқан ортаға келе қойыңыз. Билеп. Сізге де сұрақ қойып, мазаңызды алмай-ақ қояйын. Сізге де мына сыйлық қабыл алыңыз, жылы орныңызға жайғасуыңызға рұқсат. Ай, бәрекелді. Құдағилар келіп жатыр екен, қошеметтеріңіз болсын, кәнекей, құдағиларға. Құдағиларымыз жайғасып алсын. Я, бізде әлі көріп тұрсыздар, кереметтей сыйлықтар көп. Барлықтарыңыз бірге ат салысып отырыңыздар. Жылы орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Біз енді кереметтей тілекті арғарай жалғастырсақ, осы жерде біздің Жеңіс ағам мен Гүлшаттай жеңгемнің есті емес жаңағы байырғы құдалары келіп отыр екен. Біз сол кереметтей
құдағиларды мынау тілек алаңына шақырсақ, бізде осы жерде Гүлсім құдағи, Маржан, Нұрсұлу, Сәуле, Гүлназ, Сабира, Шолпандай біздің байырғы құдағиларымыз келіп отыр екен. Ортаға билеп келсеңіздер кәнекей. Гүлсім құдағи қайдасыз? О, бұл кісі құдағиларын, құдашаларын түгелдеп жүр. Кіммен амандастым, кіммен амандаспадым деп. Рахмет. Ізгі пейіліңізге рахмет. Келіңіз ортаға. Ал біз қашанда ер кісілерді құрметтеген халықпыз. Сондықтан біздің бүгінгі рахымдай бас құдамыз бастап келіп отыр екен. Сол кісіге тілек тізгініміз ұсынсақ. Ой, рахмет. Ал құрметті құдалар, жолдастар, бүгін құда қаласа жеңіс әрі тосын, әрі құда мынау күлекең екеумізді той қызықты өтсін. Даниял аға деген жігіт бауыры берік болсын, дәулет болсын, биік шыңнан көрсін. Ал Ақмарал қарындасым, ал мынау немерен құтты болсын, жиен немерен. Аман болыңдар. Төрге шыққандар тағы да құтты болсын. Мен бауырларым келдер ғой бәрі. Арада бір жеңшем бар. Ал бәрінен отбасыларына аманшылық, денсаулық, бақыт тілеймін. Қайықтан өтсе аман болады. Соқ шапалақ, той жақсы өтет көңілді от сағынақ. Біздің рахымдай құдамыз тілек айтқанда неге шапалақ ұрмасқа? Мына шапалақтың бәрі сіз үшін. Екісіні бөлім жармайды деп атыр. Ажыратып кетіп масқара болармыз, Ал құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, бүгін өздеріңізбен осындай жақсы әдемі тойда бас қосып отырғаныма өте қуаныштымын. Әрдайым төрден орындарыңыз болсын, Құдай қаласа. Ал Жәке, Жеңіс құда, Гүлшат құдағи, бүгінгі мынау шілдехана бесік тойларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа өздеріңізге нағыз немере келіп, қуанып атсыздар, қуаныштарымыз ұзағынан болсын. Осы жастарымыз бақытты болып, өсіп өніп, ұрпақтарымызды кеңейтіп, аман есен болып жүре берсін. Құдай қаласа, мынау енді төрге шығып, бесік әкеліп отырған Саңғылдар әулетінің келіндері бар, қыздары бар дегендей, сіздерге де құтты болсын. Мынау қайынсіңлім Ақмарал, сенің де көзің ағымен қарасындай бір әселден көріп отырған мынау немерең құтты болсын. Сенің де нағыз немерең деп есептеймін. Құдай қаласа, сені де немерелер қоршалап, Құдай қаласа сол боғына малынып, аман есен ойнап күліп жүре бер. Жәкеңмен кезінде дос болдық. Одан кейін құдалыққа жалғасты. Міне енді двойной құда болып жатырмыз. Құдай қаласа, құдалығымыз мәңгілік болып жалғаса берсін. Міне ұрпақтар келіп жатыр, Даниял Ғали дегендей, есілшті біздің үйімізде де қыз келген дүниеге. Сол аман есен болып жүре беріңіздер барлықтарыңыз. Құда болып қайтайын, жинауылдың майын, көкпар тартып, шаң батып, бір марқайып қалайын. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ойнайық
шықта күлейік, құда болып жүрейік. Құда болып, құдағи болып, құдаша болып жүрейік. Міне құдалығымыз мәңгілік болсын, құдалықтарымыз жалғасын деп жатыр. Құда қаласа тілектеріңіз қабыл болсын. Ал Гүлсім құдағи төрге шықсын. Ал құдалар, жеке, тойларымыз көп өзі жасап жатқан тойларымыз құтты болсын, керемет. Мына Даниялдай жігітті. Ой, төсі орнай жатыр екен. Құтты бола берсін, егілген естасын. Ақмарал құдағи құтты болсын сіздің де. Мынау төрге шығып, жоғарыда отырып, жоғарыда көрініп жатсыздар, құтты бола берсін. Осы Даниялды қызығына тоймай, әр неғылған тойына келіп, өстіп жарқырап, ағайындарды жинап, әлі күләшар тойы бар, тай-тай тойы бар, қандай тойы бар, Ақшүкесі тойы бар, ой, бәрінде сұрқайтып өткізе берейік. Сіздерге денсаулық болсын. Сіздің үйде ешқандай неғылмай, тойдан тек қана осы төрімізде көрініп жүре берейік. Бізде дастархандарымыз ақ болып, жақсы күндерде өстіп кездесе берейік. Тойларымыз құтты болсын, амандықта, саулықта жүріңіздер. Данияр үлкен жігіттің артынан ере берсін, көбейе берсін. Құтты болсын. Ойбой, мына жақта черный касса басталып кетті ғой уже. Тілек айтылып жатыр. Гүлсім құдағидің құрметіне кәнекей бір қол, ду қол шапалақтарыңыз болсын. Ал, ары қарай құдағилар, өздеріңіз. Ал, құрметті тойшыл қауым, кешіріңкіреп келдім. Мына Саңғыл әулеті төрде отырған барлықтарыңызға, дос жарандарым, мына құда мен құдағидың сәлем бердім барлықтарыңызға. Ал, Жәке, Гүлеке, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызға атыстар ұл келіп қуанып жатыр екенсіздер. Соған арнап бүгін той беріп жатыр екенсіздер. Дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы атыстар азамат болсын. Артынан кішкентайлар ере берсін. Үйлеріңіздің іші жанға, сырты малға толсын. Құдай қаласа жаңа шаңырақ бастап қойыңыздар. Соны бітіріп, сол жақсылық тойларда ылғи да кездесіп жүре берейік. Сіздерге барлық өмірдегі жақсылық тілеймін, барлық жақсыға лайықтысыздар. Ақмарал ханым, сізде де құтты болсын. Жаңа Нұрсұлу сіңлім айтып отыр ғой, сізге де оригинал ғой, артынан ере берсін. Екі жақта егере алмай жүретіндей Санжар менен әсел өмірге көп балапандар әкеліп берсін. Ал мынау көпшілік қауымына бүгін той құтты болсын, Жәке, Күлеке. Мынау алғашқы немерелерім ғой, мына қыздікі, сағыз, мына ұлттығы нағыз дейді, нағыз немереге өздеріңізге. Мына орталарыңыз қуанышқа тола берсін. Мына ақ дастархандарыңыз қызықшылыққа жайылсын. Барлық жақсы тілектерге қосыламын енді. Той болсын әрқашан, дендеріңіз сау болсын, өстіп әдемі жап-жас болып жүре беріңіздер. Ұлдың артынан қыз, қыздың артынан ұл әйтеуір көбейіп, өз-өздерімен өсіп өне беріңіздер. Ай бәрекелді, жаңа айтып жатыр ғой, нағыз немере, сағыз немере деп. Сағыз немере деген ол екі жақта нағашылармен екі ортада созылып жүреді екен да. Нағашыға барады, келеді. Ал нағыз немере деген ол жаңа өздеріңіздің нағыз жансыз қалған немерелеріңіз. Сол сияқты мынау сағыз немерелеріңіз құтты болсын, жаңа құдағилар төрге шыққан. Ал тілек тізгінін өздеріңізде. Аға, әпше дейді, ешмен де сондай жақын болып кеткенсіздер ғой. Мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңіздің бесік тойы. Алла қаласа осындай тойды өткізе беріңіздер, сіздерге Алла күш-қуат берсін. Осы келіндеріңіздің, немерелеріңіздің осылай жақсылығын көруге, немерелеріңіздің үйлену тойын, шөбере сүюді Алла нәсіп етсін сіздерге. Осындай достарыңыз әрдайым, жақындарыңыз аман болсын, жаныңызда болсын, тек жақсы адамдар жиылсын жан-жақтарыңызға. Ал Санжар, әсел жандарың құтты болсын, ұлдарыңның бүгінгі алғашқы қызықшылықтарын. Алла қаласа
ақсақалды ата, дана әйел болып, құдай қаласа, салиқалы ұрпақты тәрбиелеп жүре беріңдер. Сол сендердің қызметтеріңді осындай қызықшылықтарына келіп біз қуанып жүре берейік. Тек қана той болсын, барлық осы жердегі адамдарға жақсы болсын, осындай тойлар, жақсылықтар, осы айтылған тілектердің бәріне қосыламын. Алла ұзақ ғұмыр берсін Даниял жігітке, елін өз аузына қарататын сондай бір ер жігіт болып өсе берсін, елінің азаматы болсын, Алла ұзақ ғұмыр, баянды ғұмыр берсін. Аумин, рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздер жалғастырып жіберіңіздер. Қош келдіңіздер, құрметті құдалар. Жеңіс аға, Құшақ Әуекіна, сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Санжар, Әсел, құтты болсын. Құшақ Әуекіна бір кабинетте отырғаннан кейін бәріне куә отырмыз, біз аяқ нұрсқанда екенбіз. Қалай свадьбаға дайындалды, қалай ұзатуға дайындалды. Және сіздің қасыңызда дереу болып сізге жаңашыл болып жүрген Назгүлге рахмет. Назгүл, бала-шағаның қызығын көр, құдай қаласа көпер, аман есен қолыңа ал. Өте қуаныштымын Құшақ Әуекінің қасында сенің қызы бар екеніне. Тілеулеріңізді тілеп жүреміз постоянно. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Аға, әпке, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Өте қуаныштымыз сіздердің бүгінгі қуаныштарыңызға ортақпыз әрқашанда. Құдай қаласа елдің азаматы болсын Даниялғали. Сіздер тек қана қуантып, әрқашанда көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін. Сол қуанышты тойлап жүретін сіздерге Алла мың күш-қуат берсін. Тек жақсылық тілеймін сіздердің отбасыларыңызға. Ай бәрекелді, рахмет көп-көп. Нәқып тұрсыздар, қадағыңыз көрместер ме енді? Естелікке бір сурет болсын. Бұл кісілер ана қайт әкет қалама деп тұрған ғой. Не тапса да ағам мен жеңгеме табысын деп тұрып қой. Ой бәрекелді, алып келген сый-сияпаттарыңызды табыстауға рұқсат. Және де ортада байырғы құдағилардың құрметіне кереметті 8 би болады, соның екеуін билейсіздер деп қояды. Ортада би.
ас келем дегенше сіздерге бір кереметтей ән болсын. Жергілікті композиторымыз Базарбай Оспановтың сөзіне жазылған Бекжігіт Сердәлі ағамыздың әні «Ризамын» деген әнді қабыл алыңыздар. Мен сіздерге ризамын. Сүйінші, ас келе жатыр, тамақ келе жатыр, ал қабыл алыңыздар.
қорқып кеттім ғой. Сен де айналайын деп пе? Ой, бәрекелді, рахмет. Ал енді былай істейікші. Бүгін осы тойға Жеңіс ағам мен Гүлшат жеңгем үшін келдім. Осы тойда мен дақанса бәріне шыдаймын деген бір 3 келіншек келсінші маған ортаға. Достардан, құдағилар жақтан мазаламай қоя тұрайын. Көршілер, коллектив, ағайындардан бір 3 келіншек ортаға келсінші. Аида, шық. Келіңіздер. Ортаға. Бота кел. Бота. Мен сіздерді билетпеймін, қинамаймын, сұрақ қоймаймын. Просто бүгін ағам мен жеңгем үшін келдім деп ортаға келіңіз. Құдағилар отыра беріңіздер, мен бұл кісілер қинамын деп қойған жоқ. Басқа тема бар, әпше қоя тұрсаңызшы. Сценарийдан тұрып жүріңіз вообще. Ботаган. Бота. Достардан да бар ма? Ау? Достардан ботаң жақсы. Кесін келіңіз, ортаға келіңіздер. Келіңіз. Әпке келіңіз ортаға. Кесеңізші. Тойдың соңында подаркалас кесеңізші. Кешегі төс белгіңізді айтып, жуып жібереміз қазір осы жерде. Келіңіз. Бүгінгі тойға Жеңіс ағам мен Гүлшат жеңгемнің тойына қызмет етемін. Бүгін барынша ат салсам деп келдіңіз ғой. Даканса. Бота ханымға бір қошеметтеріңіз болсын. О, 2 кісі аттас екен, я? 2 ботаның ортасына тұрса екен. Желание айтып тұрасың. Бұл кісі сізде осы тойға ат салсасыз, барынша өнер көрсетесіз, я? Даканса ғой, в общем. Даканса дейді, я. Бота бұл кісі Жеңіс ағамның қарындасы, бұл кісі де барынша сіздерге қызмет ететін болады, я? Және де мен не айтам? В общем, соны даканса деп шықтыңыздар, енді тойдың соңына дейін даканса болады, я? Болады дейді. Осы кісілерді пайдалана отырып, мен қазір жаңа құдаларды ортаға шақырғым келіп отыр. Бүгінгі Ақмарал құдағи бастаған жаңа құдағиларды ортаға билетіп алып келеміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Билеп ортаға құдағиларды алып шығасыздар. Сіздердің қызметтеріңіз осы болады. Әр тілекке үшеуіңізбен көз қиығымен қараймын, шығасыздар. Тілекке шыққан адамдарды билетіп алып келесіздер. Ал кеттік ортаға. Ортада жаңа құдағилар. Сіздердің қызметтеріңіз сол болады. Келесі тілекке мен былай қараған кезде өздеріңіз жайлап келе беретін боласыздар. Ал біздің құдағилардың үлкендерінен бастайық, үлкендеріңіз ортаға келсеңіздер. Апа, кімнен бастаймыз? Жақсы адамдарым, кем емессіңдер, патшадан бәрің, 5 күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы адамдарым. Ортада жақсы адамдар шыққан кезде неге шапалақ ұрмаймыз? Жақсы адамдардың құрметіне. Мына шапалақтардың бәрі өздеріңіздің құрметтеріңізге, апа.
мына қадірлі қонақтар, той құтты болсын. Мына Жеңіс құда, Гүлшат құдағи, Ақмарал жем болса да. Мынау тойларыңыз құтты болсын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Тілектеспіз. Қуаныштымыз бәрімізде. Осы кішкентай, мына әсіресе қызымыз, әсем қызымыз, жаңағы осы аттаған босағасын дәулетті қылып, үлкен әулетті қылып, осы күйеу баламен әсем қызымыз бақытты болсын бірінші. Әсел ма? Әсел, әдемі, әсем? Әсем де жақсы, әсем де жақсы. Өзі әсем қараш қарап тұр. Жоқ, бар. Осы балаларымыз аман болсын. Әлі артынан ұлды қызды еріп, мынау бір тал немереңіздің артынан ұлды қызды еріп, көбейе беріңіздер. Үлкен әулет болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, біздің де деніміз сау болсын. Осы балаларымыздың қуанышына келіп жүре берейік, аман болсын. Астанадан келген құдаша. Күнде ұшып келді. Мына Жеңіс құда, Гүлшат құда рейсілердің қуаныштарына ортақ болып, ұшып келдім түнде сағат 3-те. Нағыз немерелеріміз құтты болсын. Нағыз немерелеріміз көбейе берсін, артынан ере берсін. Қаласа әсел қызымыз. Күйеу баламыз екеу одан артық көзін Ендері сау болсын, ауырмасын, өне берсін, өсе берсін. Осындай үлкен бола берсін. Сөйлеріңіз тойға ұласа берсін. Ендеріңіз сау болсын, келген құдашағындағылардың бәріне осындай той жұғысты болсын. Тойларыңыз таусылмасын, көбейе берсін. Шапалақ ұрып отырайықшы құдағилардың тілегіне, кәнекей. Сен үшін күн алаңдар, түн алаңдар, бәріңнің жан аяулы бір анаң бар. Перзент боп ақтамасаң ана сүтін, жер басып жүрмей-ақ қой, ей адамдар дейді. Бүгін мына біздің әселдей келінімізді дүниеге алып келген біздің Ақмаралдай құдағидың құрметіне тағы бір дұл шапалақтарымыз болсыншы, кәнекей. Рахмет, мына не деген құдаша, тілі балдай, тілінен бал тамған. Соны айтып отырмын. Рахмет, керемет бастап, керемет жүріп жатсыз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Енді құдағи, мына тойдың төресі дейді ғой, бесік тойды. Құтты болсын. Құдайға шүкір, жиендер бар. Жиендер көбейе берсін. Бірақ ұлдан, алғаш немереңіз міне дүниеге келіп, қуаныштарыңыз еселене берсін. Мына Даниял Ғали жігіттің бауы берік болсын. Атқа мінер нағыз азамат болып, елі арқа сүйер азамат болып өсе берсін. Құдай қаласа осы әулеттің ұрпағын ары қарай жалғастырып, көбейтіп, нағыз салихалы, иманды азаматтардың, ұрпақтың қатарынан болуды Алла нәсіп етсін. Сіздердің осы қуаныштарыңызға біз ортақтасып, үнемі тек жақсылықта бас қосуды Алла нәсіп етсін. Қуаныштарыңыз еселеніп, тойдан тойға ұласа берсін. Және де бұл кісінің айтпағы, жаңағы немереге алып келген бүкіл дүниенің бәрі ортада тұр, бесікті алып келді, баланың барлық жағдайының бәрін жасап келді, киімдері де бар, және де осы тойдың соңында бәріміз бірге көрсететін боламыз деп айтқысы келіп тұр ғой құдағи, бірақ қобалжып тұр да. Ары қарай жалғастырайық. Келіңіз әпке. Жоқ, алғашқы әке. Айту керек. Ақмарал, айт. Мына әсел қызымыздың немерелеріміз немере деп мынау сіздердің ұлдарыңыздың бауы берік болсын.
әсел аға жеңгесі олар. Бүгін мен енді мына орынға таласып жатыр ғой. Негізі мен нағашы апасы болып келіп отырмын да, менің орным бөлек. Бесікті өзім алып келіп отырмын нағашы апасының ретінде. Неғыл дейміз, кішкенайлар көбейе берсін. Әсел менен Санжар екеуі бақытты болсын, өрлі-шүбірлі болып көбейе берсін жастар. Өмір деген қамшының сабындай дейді ғой. Күні кешегені сияқты еді осы Әселдің өмірге келген. 6,5 айлығында тағдырдың тәлкегі дейді. Өзім қолыма келген еді. Күні кешегі сияқты. Міне Әселдің 5 тойына келу маған жазықты. Қуаныштымыз. Жыламайын деп едім. Қуаныштың көз жасы деп қабылдаңыздар енді. Әселдің Құдайға шүкір артында нағашылары бар, осы әпшелері бар, бәрі ағайындары бар дегендей. Бүгін осы бесік тойда алып келген. Сол сөйлей алмай тұрғаным, біраз сөз айтамын деп дайындалғаным негізінде. Мен де дайындалып жастар деген сөзім ешнәрсе айта алмай қалдым. Жастар бақытты болсын, өздерінің ұлдары көбейе берсін. Иә, иә. Айтайын деген Құдайға мың қайтар шүкір деп отырмын. Әселдің арыстай азаматтай нағашылары бар. Сол нағашылардың арқасында мен осылай басымды тік көтеріп, бақыттан басым айналып жүргенім рас. Мінімки жеңгелерім, ағаларым аман болсын, туыстарымыздың барлығы көбейіп өсіп өніп, мен осы әулеттің арқасында осылай шат-шадыман мейрамда жүре берейін. Әпке, Құдай қаласа осы Даниял Ғалидің құдалығына баруды жазсын сізге, Құдай қаласа. Сол келін алып, Құдай қаласа сол әулетке жаңағыдай құдалыққа баруды нәсіп етсін. Жаңада мен бағана ойланып отырдым да, тойға ең бірінші келген құдағиға мен сыйлығым бар деп ойлап едім. Қарасам сол құдағи өзіңіз екенсіз. Мына кішкене ғана сый сияпатты қабыл алыңызшы. Жыламаңыз. Қуаныштың жасы болсын. Мына колонканы қойып, үйде әндетіп жүре беріңіз. Менің Ибраим деген қызым бар тұғын. Сол кезде 5 жасар еді. Әселге үйге келгенде 6,5 айлығында. Сонда қызым ойнатады ғой бірге. Сөйтсе подружкалары Ергайды ойнатпайды да, сен Әселіңді алып шықпа дейді ғой. Бәрі өзі бірге ойнау керек қой. Бір күні Әсел жылап жатса, қара десе, кастрөлден нанды алып жатыр қызым. Сөйтсе Әсел жылап жатса, той енді мен нан да жей алмайтын болдым деп жылағаны бар. Әселге қараймын деп күні кеше сияқты лезде міне өмір деген сыры өтіп баратыр. Жақсылық болсын деп тұрмын. Янус деген осы жерде құдағи бар. Латинка. Латинка десеңші, ал кәке күліге, Құлманың бауы беріп болсын, бізде естіп қуанды, қайтыр, сыртта естіп атық қой, немерелі болсын деп. Құда қаласа артынан ұлды қызды ері берсін, жаңа айтып атық қой жәке. Құда қаласа 6-0-де қайтыңыз, 6 ұл туып беріп, миларыңызды аштып, қазақша айтқанда боққа бұланып, жатыңыздар күлеке екеуміз. Сол 6 немереге осылай кетіп жүре берейік, құда-құдағи болып. Жастарым, бақытты болсын Санжар мен Әсел. Әсел қызда өзіміздің көз алдымызда өскен, монтип қаған, үндемейді, айтпай, тәртібінің бәрі жақсы. Күлекеңе уақытында айтқам, алсаң өкінбейсің, Ақмарал оны міні тәрбиелейді. Ұстазы өзіңіз. Перналардан толқиды ғой енді. Шығы екен кластасы. Ал Ақмарал сағанда енді жиен немере деп сұлайын, немере жиен екеуінде. Құтты болсын, жаңа алыстан өзді Күлекең екеуін бірін жабылып, бағып, беске бөліп, біреуін тербесің, біреуін тойға қашып, біреуін жеге қашып, Алла тағалам сондай жақсы күндер нәсіп етсін. Осы жерде қыз атамдар, келін алам деп отқандарға осындай той жоқ. Бар жақсылықты тіледім, 2 жас бақытты болсын. Керемет, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын.
Санжар, Назгүл, Жәудір бәріміз бірге өстік қой енді. Бір күні такси шақырсам Санжар келіп тұр да үйге. Ол кезде Әсел екеуі жаңағы кездесіп қыз бен жігіт болып жүрген кезі ғой. Сөйтсе Санжарға айтамын ғой, Санжар, не алдың сен ана Әселмен? Әлі жүріп жүрсің ба деген ғой. Ана екеуін көрсем күлкім келе береді да жаңағыдай. Жоқ ана жүріп жатсың ба, енді не қыласың деген сөзді айтам деген ғой енді. Бірақ Санжар Әселмен әлі жүріп жатсың ба деп қоямын да жаңағы. Иә, сол сияқты махаббаттары мәңгілік болсын, баянды болсын. Ал әпкем мынау розовый костюмдегі мен серый көйлектегі әпкем екеуіңіз ортаға келіңіздерші. Ортаға шықсаңыздаршы, иә. Ал құрметті тойшыл қауым, көпшілік, осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Шілдехана той жұғысты болсын барлықтарыңызға, әр отбасына осындай қуаныш болсын. Құда қаласа құда-құдағи тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңіздің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, өсе берсін. Құда қаласа Әсел болсын, Санжар алтын құрсақты ата-ана болсын, солардың қызығынан қоймай, Ақмарал екілік бірге жүре беріңіздер, соны бірге өсіріп, соның қызықшылығына біз куәгер болып жүре берейік. Тойларыңыз той қаласа берсін. Ұзақ-ұзақ ескі бола берсін, той қаласа берсін. Бұл жерде енді себепкер Даниал Ғали ғой. Даниал Ғали мықты азамат болып, білімді, ибалы, инабатты, салихалы азамат болып, еліміздің сондай тамаша жігіт болып, алды болып, ер болып, ондай болып өсе берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Әсел, Санжар, көп бала шағалы болыңдар, бақытты болыңдар. Сол сіздердің балаларыңыздың қызықшылығына қоймай, күліп ойнап жүре беріңіздер. Біз куәгері болып, құдай қаласа бірге сол тойды бөлісіп, біз де қуанып жүре берейік. Тек қана жақсылық тілеймін. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал тілекке қосылатындарыңыз бар ма? Мынау ас суып қалды деп жатыр да, ал тілек, ізгі тілектеріңіз болса келіңізші. Ақ көйлек, көк көйлек, қызыл көйлек, ешкімде жоқ көк көйлек деп, қызыл көйлектегі әпкеме, костюмдегі әпкеме. Құрметті құдалар, Ақмарал құрбым, бүгінгі керемет тойда бас қосып отырмыз. Бесік той деген қазақтың салт дәстүрі керемет тойда. Барлығыңызды құтты болсын дейді барлығыңызға. Не дейміз, кеше ғана Әсел қызымызды ұзатып еді, мінеке жылы кішкентай дүниеге келіп жатыр. Даниал Ғали жігіттің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, ата-анасының мақтанышы, еліміздің ел білетіндей, ел танитындай абыройлы, беделді азаматы болсын. Әселдің бір сөзі бар еді, осы күйеу бала ұзатарда. Осы қыпшақтар әулетін көбейтемін деп уәде беріп еді. Мінеке соның бастамасы деп ойлаймын. Ары қарай жалғасын таба берсін. Құдай қаласа, тек біздің Әсел қызымызды керемет тәрбиелеген Ақмарал құрбымның биязы, сондай көрегенді, сұлу, әдемі қызын алған күйеу баламыз біздің бақытты. Құдай қаласа, 2 жас бақытты болсын, ата-аналарының алдында осындай әдемі кейіпте жүре берсін. Сіздерге тек жақсылық тілеймін. Қуаныштарыңыз қуанышқа ұласа берсін. Бай, қуатты болыңыздар. Болдық па? Кім бар? Мына кісіме келіңізші. Әпкем көрсетіп жатыр. Көз қиығымен орамалдағы келіншекке берші, орамалдағы келіншекке берші деп жатыр. Ал сіз кім болдыңыз? Ой, бәрекелді. Үлкен азамат болып өсе берсін. Бұдан да үлкен тойларда кездесейік. Артынан ере берсін. Ұлдар, қыздар бақытты болсын. Мына жерде біздің меруерттей әпкеміз келіп отыр екен. Әсел қыздың жеңгесі, иә? Келіңіз ортаға. Әрі Қыпшақтың қызы дейді. Келіңіздер, айналдыңа үшеуіңіз-ақ қалдыңыздар ғой. Келе саңыздар, бөліп жармай-ақ қояйын. Бәріңіз айтыңыздар.
Жеңіс ағай, Гүлшат апай, ұлдарыңыз құтты болсын, Құда қаласа. Дені сау болсын, үлкен, ел сыйлайтын азамат болсын. Артынан кішкентайлар көбейе берсін, тек жақсылық болсын, той болсын. Құда қаласа, кішкентайларыңыздың бауы берік болсын, артынан ере берсін. Сіздердің ұрпақтарыңыз көбейтіп, Құдай қаласа үлкен азамат болып, ел танитын ер жігіт болып өсе берсін. Артынан ере берсін. Той құтты болсын, Құдай қаласа үлкен жігіт өсіп, президент болсын. Жақсылықпен және. Ал аға кейінге айтады ғой, қыз тілеулес деп. Мен қыпшақ болғаннан кейін сүйегім сатпаймын енді. Әрі қыпшақ қызбын ғой. Не дейміз, бүгін барлық жақсылардың басын қосып, бесік той беріп жатсыздар. Осыдан бір жыл бұрын бәріміз шын Құдайдан тілеген едік. Шілдехана болсын, осы әулетте бесік той болсын деп. Міне Алланың қалауымен бүгін бесік тойға да келіп отырмыз. Даниял жігіт Құда қаласа ел билейтін азамат болсын. Атасы құсап көсем болсын. Аузынан сөзі мақал мәтел болып шығатын. Ал не дейміз? Құда қаласа осы әулетке тек тойға келейік. Отырған орындарыңыз жоғалмасын. Әрқашан орындарыңыз төрден болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бақ-дәулетті болыңыздар. Көргеніміз той, жегеніміз қой болсын. Осы әулетке тек жақсылыққа тойға келейік. Тоймен бөліссем көбейеді дейді. Тойларыңыз көбейе берсін, Құда қаласа. Құда қаласа артынан қара думалықтар еріп, осы жігіттің атқамінер тойына келейік. Лараттен үйреніп қалып болмаған, тамадалыққа берейік. Ал құдағилар, жылы тілектеріңізге, лебіздеріңізге рахмет. Естелікке ортада сурет болсын. Әсел, Санжар келіңдер. Төркініңмен бір суретке түсіп Әсел. Сіздер енді отырып жылы орындарыңызға жайғасып, ас келіп жатыр, тамақтан жеп алыңыздар. Сіздерді одан кейінгі тілектен кейін билететін боламыз. Рахмет, жылы орындарыңызға жайғаса берулеріңізге рұқсат.
ортаға келіңізші. Сіздерге деген керемет тосын сыйы бар екен. Ортаға келе қойыңыз. Ойбай, тықып қойғандарың не әкесіңдер? Керемет тосын сый болайын деп тұр. Алып келе қойыңыздар. Жеңісте, Гүлшатта, Ақмарал құдағида, Әселік, бәріміз мұғалімбіз. Мұғалім болған соң бір дипломсыз, бір сертификатсыз күн көре алмаймыз, я? Ақмарал құдағи, рас па? Сол үшін бүгін ең біріншіден Әселік қайда? Баласын еміз отыр, хорошо. Мынау біздің Аягөз әпкеміздің Әселге деген кереметтей бір диплом деп айтсақ болады, грамота дейді, сертификат. Әсел келін, есімі ерекше жанға дейді. Тыңдаймыз, кәнеке қыздар. Ана атына ие болған асыл келін, ана атымен бірге нұрын артсын, жүрегің мейірімге толы болсын, отбасыңның берекесімен ырысы ортаймасын деген әдемі керемет диплом Әсел келінге дейді. Ана атына ие болған үшін ортаға келіңіздер. Былтыр жас келін болса, биыл мұны Құдай қаласа ана келін болып отыр. Енді Құдай қаласа бірнеше жылдан кейін дана келін атағына ие болсын. Әселі. Емізіп жатыр екен, қазір табыстайтын боламыз. Және де Ақмарал әже дейді. Естідің ба? Әсел, саған керемет диплом. Ана атына ие болғаның үшін дейді, қабыл ал. Және де сертификат Ақмарал әжеге, есімі ерекше жанға дейді. Нағашы әже атағын салтанатты түрде тапсырылады. Сіз отбасыңыздың жүрегі, жиендердің шаттығының бастаусыз, мейірім мен жылулықтың, сүйіспеншілік пен даналықтың үлгісі. Ұрпағыңыз сізбен мақтанады дейді. Керемет, құтты болсын. Және де Гүлшат әже есімді ерекше жанға нағыз әже дейді. Гүлшат әжеге атағын салтанатты түрде табыстаймыз. Өйткені сіз ең дәмді бауырсақ пісіресіз, ең жылы құшаққа ие жансыз. Ал нағыз немере мен жиендеріңіз үшін дүниедегі ең тамаша адамсыз дейді. Ал күнгі дипломдарыңыз, сертификат